وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يقال العثار العظام به ويغد الهوى ككبش ذبيح بذكر. Көркем мінез қиямет күні соттың алдында тұрғанда сіздің таразыңызда ең ауыр басатын заттың бірі ол көркем мінез. Мынандай хадис бар. Мінезі көркем болған адамның дәрежесі әр күнде ораза ұстаған және әр түнде намаз оқыған адаммен тең болады. Себебі оның мінезі ең жақсы мінез. Мұхаммед алейхиссалату вассалам былай дейді: мен үшін ең жақсыларың, мен ең жақсы көретін адамдар, қиямет күні ең жақын тұратындарың, олар көркем мінезділерің. Оларға жақындап әңгімелессеңіз, олар сізге күлімсіреп қарайды. Олар өмірге құштар, сізге көңілді әсер береді. Олар өмірге шағымдана бермейді, әр нәрсеге қыңқылдай бермейді. Және мен үшін ең жағымсыздарың, менен қиямет күні алыс тұратындарың, назар аударыңыз, нәмима болғандар. Нәмима дегеніміз не? Екі бауырдың қарым қатынасын бұзу ниетімен бір жерден екінші жерге сөз тасу. Ол сен жайында былай деді, анау не деді білесің бе? Ол не әңгіме айтып жүр айтайын ба? Анау бұлай айтты, мынау солай айтты, рас айтам дегендер. Олар бір-бірін жақсы көргендерді ажыратуға тырысады. Немесе елдің сүйіктісі болғанды қаралауға тырысады. Сонымен дін дегеніміз тек қана ғибадат жасау емес. Алланың Расулы саллаллаху алейхи уассалам бір әйелдің мысалын келтіреді. Ол намаз оқиды, оразасын ұстайды, садақасын береді, бірақ көршілеріне тілмен зиян келтіреді. Сол үшін ол әйел тозаққа барады. Және одан басқа әйел бар деді. Оның садақа беретін ақшасы жоқ, бірақ ол көршілеріне жақсы қарым-қатынаста, көршілермен жақсы мәміледе. Міне жәннаттық. Алла елшісі алейхиссалам ол жәннатқа кіретін әйел деді. Менің үмметімнің ішінен дағдарысқа ұшырайтын қиямет күні бір адам келеді. Намаз, зекет, ораза, қажылық сияқты барлық жақсы істерімен келеді. Бірақ ол мына адамды ренжітті. Мына адамға жала жапты. Сонымен не болды? Қиямет күні сенен жамандық көрген адам сенің жақсы істеріңді тартып алады. Құрметті мұсылман ерлер мен әйелдер, айтып жүрген сөздеріңізге абай болыңыздар. Желіде не жазып жүрсіз? Ойланыңыз. Әрбір жаман сөз үшін құн төлейтін боласыз. Құрметті Шүкір ТВ каналының көрермендері, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. سيف الهم تراه